Ұстаз тілегі сайтында материал жариялау бойынша нұсқаулық. Ұстаз тілегі сайтында материал жариялау тегін әрі өте жылдам. Сайтта материал жариялаған соң, сізге сертификат бірден беріледі. Ол үшін Google немесе Яндекс секілді іздеу жүйелерінен ұстаз тілегі сайты атауын іздейміз. Ашылған тізімнен ұстаз тілегі сайтын таңдаймыз. Біздің жағдайда ол бірінші болып тұр. Міне, біз республикалық ұстаз тілегі сайтына кіріп отырмыз. Басты беттен сайт ұсынатын барлық бөлімдер тізімін көре аласыз. Сайтта материал жариялау үшін алдымен сайтқа тіркелуіңіз, ал бұрын тіркелген жағдайда жеке кабинетке кіруіңіз қажет. Сайтқа кіру немесе тіркелу батырмасы басты беттің оң жағында орналасқан. Сайтқа бұрын тіркелген жағдайда сайтқа кіру батырмасын басып, бағандарға почта мен құпия сөзді тересіз. Ал сайттың жаңа қолданушысы болған жағдайда тіркелу батырмасын басамыз. Сайтқа тіркелу үшін бағандарға электронды почтаңызды және өзіңіз ойлап тапқан құпия сөзді жазып, оны қайта теруіңіз қажет. Сіз республикалық ұстаз тілегі сайтына тіркелдіңіз. Енді сайттағы кез келген бөлім сіз үшін қолжетімді. Ұстаз тілегі сайтында материалдар жариялау үшін немесе дайын материалдарды жүктеп алу үшін басты беттің жоғарғы жағында орналасқан материалдар бөліміне кіреміз. Сайтта 214.367 материалдар бар. Өзіңізге қажетті материалды пән, бағыт, сынып санаттарына қарай сұрыптау арқылы өзіңізге қажетті материалды тауып, материалды таңдап көре аласыз. Сіз материалды жүктеп алмастан бұрын материалды онлайн түрде толық нұсқасын көре аласыз. Материалды жүктеп алу үшін материалды жүктеу батырмасын басамыз. Ұстаз тілегі сайтында сіз ұсынған материалдарды беттің сол жағында орналасқан менің материалдарым бөлімінен көріп, сертификатты жүктей аласыз. Әзірше біз материал жариялаған жоқпыз, сондықтан сертификаттар берілмеген. Ұсынылған сертификаттармен, бонустармен таныс болғаннан кейін материал жариялау үшін материал қосу немесе өзіңізге қажетті марапат қағазына байланысты материал қосу батырмасын басамыз. Ашылған материал жариялау бетінде ең алдымен материал жариялау ережесін оқып шығамыз. Ережелерді қысқаша түсіндіріп кетейік. Ең алдымен материал авторлық болу керек. Екіншіден, материал толық аяқталған әрі нақты бір мақсаты болу керек. Үшіншіден, материал басқа ұстаздарға пайдалы болу керек. Төртіншіден, басқа сайттардан көшіріп алынған материалдар сайттан бірден өшіріледі. Сабақ жариялау ережесімен таныс болған соң материал жариялау бетіне қайта ораламыз. Ескерту: сайтқа тек Word, Press, PDF файлдарын салуға болады. Материалды сайтқа жариялау алдында материалды дайындап алу қажет. Біз жұмыс үстелінде, яғни рабочий столда барлық сайтқа жариялайтын материалды дайындап қойдық. Ұстаз тілегі деген папкада барлық файлдар сақталған. Папканы ашамыз. Алдымен алгебра деген файлды жариялап көрейік. Ескерте кететін жағдай, сайтта материал жариялағанда әр материалды жеке-жеке жариялау қажет. Мысалы, 10 материал жариялағыңыз келсе, 10 материалды алдымен дайындап алуыңыз қажет. 10 материалға сайтта 10 анкета толтырылып, біртіндеп жариялау керек. Алгебра файлын ашайық. Автор және жұмыс орны көрсетілген. Жұмыс толық орындалған және ұстаздарға пайдалы. Ал енді сайтқа өтіп, материалды сайтқа жүктеу керек. Ол үшін «Выбрать файл» батырмасын басып, алгебра файлын таңдаймыз. Файл көлемі 10 мегабайттан аспауы қажет. Біз жүктеп отырған файл көлемі 69 килобайт. Ал енді төмендегі бағандарды толтырайық. Сертификат үлгісіне сай келу үшін үлгіге қарап толтырған жөн. Материал туралы қысқаша түсінікте материал жайлы өз ойыңызды жазуға болады, немесе оқу мақсатын қоюға болады. Бөлімі: жариялағалы отырған материалыңызға байланысты пән таңдайсыз. Бағыты: жариялағалы отырған материалыңызға байланысты бағытын таңдайсыз. Сыныбы: жариялағалы отырған материал сыныбын белгілейсіз. Келесі бағанға қатысушының лауазымын, оқу немесе жұмыс орнын толтырамыз. Келесі бағанға қатысушы аты жөні толтырылады. Ескертеміз: сертификаттағы мәліметтер осы бағандардан алынатындықтан үлгіні негізге алып, қатесіз әрі толық жазуыңыз қажет. Сайтқа материал жариялай алмау себебі осы анкетаны дұрыс толтырмағаннан болуы мүмкін. Сондықтан анкетаның толық толтырылғанын тексеріп өтейік. Егер қолданушы жетекші көмегімен материал жариялап отырған болса, төменгі бағанға жетекші аты жөнін толық, қатесіз толтыруы қажет. Ал жетекші болмаған жағдайда ол бағанды бос қалдырамыз. Анкета толтырып болсақ, материалды жариялау батырмасын басамыз. Материалды сайтта жариялаған соң, сертификатты материал жариялаған беттен немесе менің материалдарым бөлімінен жүктеп аласыз.
Материал жарияланған соң, әріптестеріңізбен бөлісу үшін әлеуметтік желілерде жариялауға рұқсат етіледі. Өзіңіздің барлық құжаттарыңызды, жоспарларыңызды сайтта жариялауға кеңес береміз. Сайтта файлдар өшпей сақталып тұрады. Барлық құжаттарыңызды жеке кабинеттің кез келген уақытта жүктеп алуыңызға болады. Біздің ақпарат сіз үшін пайдалы болу деген үміттемін. Сау болыңыз.